Қазіргі қазақ әдебиетінің көрнекті өкілдерінің бірі Шерхан Мұртаза жұртшылықтың, халықтың қаламгері. Оның шығармашылығы ұлт тағдыры мен болашағының, оның ғұмырнамасының айнасы. Ол сол жолда, сол бағыт-бағдарда, сол мұрат-мақсатта еңбек етіп келе жатқан жазушы. Ол өз буын, өз ғұмырнамасын жазушы ғана емес, сол арқылы тұтастай ұлттың атынан сөз айта алатын дәрежеге көтерілген ірі тұлға. Шерхан Мұртаза сезім лепіртер серпіннің емес, ой марқайтар парасаттың жазушысы. Сондықтан болар, оның қаламынан туған кез келген туындыны оқырман ыждахатпен қабылдайды. Өз кезеңінің үні, жаңаның жаршысы, өткен шақтың көне шындығынан емес, осы шақтың жаңа шындығынан туындаған жанр, очерк болса, сол жанрды Шерхан Мұртаза айналып өтпеген. Кемеңгер жазушы 1932 жылы қыркүйектің 28-інде Жамбыл облысы Жуалы ауданына қарасты Мыңбұлақ ауылында өмір есігін ашқан. 5 кітаптан тұратын Қызыл жебе және Ай мен Айша романдарын 1999 жылы жарыққа шығарған қаламгер артынша 2000 жылы 4 томдық жинақ жариялады. Осыдан кейін Шерханның шығармашылығы тоқырап қалғандай болған. Бірақ 2008 жылы қазіргі күні жастардың оқыса қолынан, сөйлесе аузынан түспейтін бір кем дүниесі жарыққа шықты. Кез келген жазарманның саналы ғұмырын нұрландырып тұратын шығармалары болады ғой. Міне, Шерхан атамыздың қаламынан туған бір кем дүние, Қызыл жебе, Ай мен Айша, осы типтегі туындылар Шерхан Мұртаза өзінің өмірлік миссиясын орындап өткен абыз тұлға. Ұрпаққа тұлға болған ақындар, бір әйелдің намысы үшін жан қиған, мағынасыз жылтырақты сақтамайды елеске.